Отандық полицияның сапында елдің тыныштығын күзету өз алдына ден тазартып, тән ширатып, жат жерде жалауымызды желбіретіп жүрген жігіт ағасы жетерлік. Солардың бірі Серік Нұрғалиев есімді полиция подполковнигінің есімі спортсүйер қауымға етене таныс. Бүгінде 40-тың мол ортасына шыққан от жүректі, құрыш білекті құқық қорғаушы жаһандық жарыстардың талайында топ жарып, ел мерейін үстем етіп жүргелі қашан. Полицейлер мен өрт сөндірушілер арасындағы дүниежүзілік додаға серік спортшыңыз 10 жылдан бері қатысып келеді. Соның ешқайсысынан қанжығасы бос, олжасыз қайтқан емес. Ауыр атлетикадан әлемнің 9 дүркін чемпионы, зілтемірді ұршықша ерген қандасымызбен журналист Асылхан Өмірбекұлы кездесіп қайтты. Бағыз заманда батыр бабаларымыз азаттың алаштығын ат үстінде қорғады. Қазір тәуелсіз Қазақстан тыныштығы құрлықта, әуеде және теңізде күзетіледі. Ендігі мақсат ел егемендігін ертеңге мирас қылу. Ол үшін сарбаздарға түкті жүрекпен мықты білек қажет. Шартарапқа танылған тәртіп сақшысы Серік Нұрғалиев бұрынғының бұл қағидасына берік. Сол себепті күштік құрылымның қызметкері күн сайын дене тәрбиесімен айналысады. Қаз-қатар тізілген әріптестерін таң сәріден жаттықтырады. Бұлшық етін зілтемірмен шынықтырады. Өз салмағынан 5 есе ауыр, яғни 260 келілік зілтемірді иыққа салып, отырып тұру кейбір кәсіби ауыр атлетшілердің де қолынан келмейді. Бүкіл әлемдік полицейлердің арасында 9 дүркін әлем чемпионы атанған Серік Өтеуұлы халықаралық аренада жоғары жетістікке талмай жаттығудың арқасында жеткен. 10-шы сыныпта оқығанда салмағым небәрі 40 келі болды. Мектепті бітіргенде өте нәзік едім. Тіпті қол күрестен қыздардан да жеңілетімін. Жоғарғы оқу орнына түскенде дене бітімі мығым жігітпен таныстым. Бірде жаңа қалып, атлет ағынан жарылды. Сөйтсе ол да әлжуаз болыпты. Тынымсыз тер төгіп, 2 жылда бұлшық етін өсіріпті. Досымның бұл сөздері маған жігер беріп, ауыр атлетикамен айналысуға итермеледі. Алғашында 40 келіні көтерген Серік бар болғаны 1 жылда 120 келіні бағындыратын болды. Көрсеткіштің тез өсуін маңайындағы жора жолдастары мен туыс туғандары бірінші байқады. Жақындары жұдырықтай жұмыла қаржы жинап, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген спорт шеберін шетелге аттандыруға шешім қабылдады. Ағайындардың артқан сенімін Серік ақтап шықты. Канаданың Ванкувер, Оттава және Квебек қалаларында, ақштың Лас-Вегас, Орландо және Нью-Йорк шаһарларында оза шауып бәйге алды. Сондай-ақ Испания, Бразилия, Австралия және Жаңа Зеландияда жалауын желбіреткен жаһандық жарыстарда 8 мәрте әлем рекордын жаңартты. Байрақты бәсекелерде бас аяғы 27 алтын, 6 күміс және 2 қоланы қанжығалады. Десек те зор қара күштің иесі өзіне тән қарапайымдылықтан арылмады. Досына адал, жұмысына жауапты. Оны мен енді өзім мақтанышпен айта аламын. Себебі менің досым ертеден бірге ел жақтан араласып жүрген. Ол және де осы қазіргі жастарға, өскелең ұрпаққа барлығын де үлгі өнеге болады деп. Еліміздің даңқын шығаратын осы спортшылар, еліміздің мақтанышы, байрақты бәсекелерде ел намысын қорғайтын жігіттеріміз көп болсын. Атаға аты үркіткен полиция подполковнигі Қаршада айынан қатарластарының алды болыпты. Оқуда озат атанған белсенді бала спортқа да айрықша құштарлық танытқан. Сол кезде бізде Қарағандыда Пришахтинский деген жерде әлі гир сатады. Соны енді әйтеуір бұл бала тастамайтын болғасы мен шындығы керек. Сол гирлерді өзім көтеріп әкеп беріп отырдым бұған. Кішіректеу гирлерді артып үйретіп. Сосын үйге андай есіктің несіне темір орнаттық. Темір орнатып жаңағындай өзі занимать еткен. Енді бәрі айтқанға көнбес занимать еткеннен кейін үйде условия бір комнатаны өзі спортпен өзі алып сол занимать етті. Нұрғалиевтер әулеті айрандай үйған ауызбіршілікке шаңырақтың төрінен орын беріпті. Отанды отбасынан бастаған тәртіп сақшысының сөрелерінде сансыз жүлделер самсап тұр. Мен мұндалаған кубоктер мен қабырғаға сыймаған мақтау қағаздары бөлмелерді бейне бір мұражайға айналдырған. Жылтырақ дүниелерді жылан-жылағандай ғып тазарту насихат жеңгеміздің күнделікті істерінің бірі. Бұл оның екі қыздың әкесіне деген сыйластығы мен сүйіспеншілігі болса керек. Біздің жанұямыз осы Қазақстан егемендігімен бірге құрдас деп айтуға болады. Ал енді Секе жайлы не айта аламын. Негізі өте еңбекқор кісі, сосын қарапайым кісі, сосын сондай бір қиыншылықтан қайтпайтын кісі. Менің ойымша бұл өте жақсы қасиет.
20-ға жоқ спорт шеберін тәрбиелеген Серік Нұрғалиев келер жылы зейнетке шығады. Қазір 46 жастағы полиция подполковнигі қоржындағы алтын алқалар санын 30-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Бұл оның тәуелсіз Қазақстанның төрткүл дүниеге танылуына қосатын сүбелі үлесі болмақ. Асылхан Өмірбекұлы, Дидар Елеуов, Апта-KZ.